Елімізде колледждер мамандар даярлау сапасын арттыруға бағытталғаны бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылуда. Әлеуметтік серіктестікте жұмыс жасайтын ұйымдармен ынтымақтастықта бірлесіп жұмыс жүргізу мақсатында Жезқазған жоғары политехникалық колледжінде алғаш рет жұмыс беруші күні іс-шарасы өтті. Жезқазған жоғары политехникалық колледжі 9 мамандық бойынша білім береді. Білім алушылар болашақта өз мамандығының иелері атану үшін колледж үлкен мүмкіндіктер ұсынуда. Оған куә бүгінгі жұмыс беруші күні іс-шарасы. Алғашқы сөз кезегі Алтау облысы білім басқармасы басшысы Сапура Төлековаға берілді. Сондай-ақ колледж директоры Бота Аман оқу орнындағы атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы даму жоспарлар жайында айтып өтті. Оқу процесін өндіріссіз, жұмыс берушілерсіз бөлек қарау мүмкін емес. Осы орайда біздің Жезқазған жоғары политехникалық колледжінің базасында бүгін міне жұмыс берушілермен, жергілікті атқару органдарымен, сонымен қатар ең қажетті Атамекен кәсіпкерлік палатасының қатысуымен осындай кездесу жүргізіп отырмыз. Бұл кездесуіміздің негізгі басты мақсаты сапалы, саналы мамандар даярлау. Шара студенттер мен жұмыс берушілердің кездесу сұхбатымен жалғасын тапты. Атап айтқанда Самға жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан теміржол жүк тасымалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жезқазған станциясы, Қазақмыс корпорациясы филиалының Жезқазған түсті өндірістік ұйымы, Атамекен кәсіпкерлер палатасы, Транко экспресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі, Алтау облысы өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі өкілдері қатысты. Колледж студенттерінің шығармашылық жұмыстарымен таныстыру өткізіліп, арнайы жабдықталған зертханадағы тәжірибелік жобалар көрсетілді. Өздеріңіз көріп тұрған бұл бөлме арнайы жас мамандарға арналған зертханалық жұмыс бөлмесі. Мысалға айта кететін болсақ, мына құрылғы арнайы суды тұз арқылы фильтрлеуден өткізеді. 3-ші және 4-ші курс студенттері осы құрылғылар арқылы алдағы мамандықтарына деген үлкен дайындық жасауда. Жылу техникалық жабдықтармен жылумен жабдықтау жүйелері мамандығы бойынша арнайы зертханада білім алушылар тәжірибелік жұмыстар жасайды. Бұдан бөлек бірнеше мамандық бойынша макеттер мен бейнесюжеттер көрсетілді. Бұл макет біздің студенттеріміз жасалған автотұрақ жобасы. Біздің облыс болуымызға кішігірім үлес қосуымыздың атсалысуымыздың бірі. Және міне макет бізде екі жағдайда жасалған, екі түрде жасалған, көп қабатты және де жалғыз қабатты. Біз жалғыз қабатына жердің астына жер төлей қылып жасауымызға болады. Бүгінгі біздің Жезқазған жоғарғы политехникалық колледжімізде әр мамандықтардағы қолданылатын құрал жабдықтар, қандай бағдарламалар бар, сол жайлы іс-шаралар өтті. Мысалға біздің колледжімізге ЧС, яғни құтқарушылар тобының мамандар келіп, өздерінің жұмыс тәртібін, қолданылып жатқан аппараттардың барлығын түсіндіріп өтті. Мен мысалға ЧС, яғни құтқарушы мамандығында оқимын. Осы жасалып жатқан іс-шаралар менің мамандығыма келешекте өте көп көмегін тигізеді деген ойдамын. Мамандықты білікті түрде меңгеру бұл болашаққа деген үлкен жауапкершілікпен қарау. Бүгінде Жезқазған жоғары политехникалық колледжі студенттер мен оқытушыларының ұйымдастырған іс-шарасы арқылы жоғары деңгейлі мамандардың білім алып жатқанына куә болдық. Болашақта жұмыс берушілер мен білім алушылардың бірлестігінің жұмыс нәтижесі жетістіктерге жетелейді деген үміттеміз. Перизат Әлкенқызы, Сергей Майкович, Дидар телеарнасы.